Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Зага. Бүгінгі видеода біздер дейтін өте кереметтей Roblox ойыннан, Укради Брейнроттар ойыннан, ошым әрмен қарай видеоларымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі видеода біздер дейтін өте кереметтей жаңа жылдық инвентке қатысатын боламыз. Так, короче, бізде мына жақта 1 сағат деп тұр. Ошым мына жақта бізде 38 секундтан кейін ошым андай ошым ивенттің жалғасы басталады деп отыр екен. Енді 30 секундтан кейін бізде инвент басталады, және де біздерде дейтін инвенттегі ошым прироттарды алып кететін боламыз. Видеомыз бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. И видеода ошым мынандай лаки блоктарды ашып көретін боламыз. Ішіне қандай инвенттер түседі екен. Ойбай, брейнроттар. Так, короче, осымен видеомызды бастаймыз. Сіздер болсаңыздар лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлей бермей бастайын, ал біз кеттік. Так, короче, достар, біздерде дейтін инвент ушым бір бәле басталған секілді. Так, бізде уже видеомыз басталмастан бұрын так бізде лаки блок түсті. Ушым так мына жерге кірейік, мына жерде. Да, ну не отыр? Майт, мынау бас киімі киіп алды мынау. Тим Чиздің бас, оқты. Майт, мына қараңдар. Басына шарик киіп отыр мыналар. Айтпақшы мағанша анау жирап керек отыр маған, жирапты бір бәле деген бар еді. Осы брейнрот табатын болса менде келесі перерождение орындалады. Так, короче, енді мына жерде бізде майт, мына жақта алмазный леру келе жатыр. Майт, мынау Горелла Water, ошым сондай бір бәле, Watermelon Runo ма, ошым сондай бір бәле. Так, бұны алайын ба? Аласайға, секундына $12,000 береді. По идее, кәшіше бізге болады, кәшіше о. Бұлай. Так, бізде айтпақшы, бізде дейтін кеше ғана видео түсіремін деп ойлап отқам, негізінде шын, сөйтіп әшінен бүйтіп отқам. Біреудің базасынан Матеоны ұрлап кеткесін ғой. Майт, Матео деген анау мынау брейнроттары емес деп ойлаймын. По идее, Матео бір бәле болса Матео дейді ғой. Ана қорқынышты историялар болса, ол кезде де Матео болады, бір бәле болса Матео болады. Соған қарап бір мықты шығар деп ойладым, бірақ беретін ақшасы өте аз екен. Так, бізде негізгі инвент осындай ма негізінде? Мынау Аязата бір қызық нәрсе болмай ма негізінде? Былай или мынау 58 минуттан кейін басталама мұнанқа. По идее бізде так көрейік нерден. Ивент анау мынау дейді, 8 минутқа дейін бізде, 8 минуттан кейін мынау бізде инвенттер бітеді екен, өкінішке орай. Майт, енді бізде бітетін болды инвент. Да, ну не дейді? Динозавр кел. Майт, достар, 2,300,000. Достар, 2,300,000. 42,500,000 теңгеге тұрады. Бағасы, майо. Достар, мынау деген анау мынау емес қой, 2 миллион болатын болса мынандай тракторо динозавро дей ма? Ошым сондай бір бәле инвент кән көріңші. Майт, қарандар. Мә. Так, мына жақта лаки блок. Мына жерде так, майтынан тұрсын қарандар. Майт, қарандар. Уже 400 миллион жинапсады. Прикинь, 400 миллион. Так, мынау сонда бір минутта бізде 1 миллиардты әшін ойнап жинайын деп тұрған мұны, сонда. Майт. Оқты мұны нені? Мынау бананина, андай, дұрыс. Бананина меді? Банани неді? Бір бәледі ғой. Мынаны ішіне кіріп кетуге болады екен. Біз кіремаймыз, бізге кіргізіп, бізге шаш тап қойса, тема кетереді. Майт. Ананы әкетіп қалды, төбе қарай. Басына мынандай шлем береді екен, басына шлем кигізеді. Дин-дин-дин-дун. Бірақ бұл менде бар, өкінішке орай. Бізде бір дин-дин-дун жетеді, құрбекерге брейнроттардың орнын көбейту қажет жоқ деп ойлаймын. Бізге тағы да бір андай лаки блок түссе күшті болар еді. Так, енді ошым менде бүгінгі мақсат андай болған негізінде. Ошым жаңа жыл инвентке қатысып, ең қымбат ошым брейнроттар шығады ғой. Сол кездегі брейнроттарды алып кету болады негізінде. Сөйтсем негізгі инвент бізде 55 минуттан кейін басталады екен. Менде ошым
Простой екен ғой, мынандай, вообще мынандай именно. Ух ты, золотой лаки блок келе жатыр. Ебать, басына шарик тағатын ол кез. Да, ну. Ей, ойбай, біреуді жоқ қылу керек, маған жоқ қылу керек. Құр. Өлі мынау жүрмей қалып. Кімді сатам? Кімді? Мұнан сата сайын. Қайда? Ойбай, мынау кетіп бара жатыр екен. Нече, маған елка ұнаған жоқ маған. Маған ол біреу ұрлаған жоқ. Ойбай, ұрлаған жоқ деп ұнаған жоқ. Себебі шле емес қой деген сияқты ғой. Трако делебати бит. В общем, сондай бір бәле. Мынау зебра емес қой мынау, Не бәле мынау, зебра ма? Ойбай, зебра деп қой, жирап емес қой мынау, Жирап деген басқа нәрсе емес пе, құрсын, мойын ұзын болу керек қой, мойын ұзын да емес қой, құрсын. Маған анау жирап керек, маған жирап деген біреу қайсы өзі құрсын, жирап дейді, жирап невесной жирап дейді. Көңілді ме? Сондай жирап болсын да. Так, короче, енді көп сөйлей бермей, мен дейтін оршым, лаки блоктарды аша салайын, не болса да. Админ лаки блок дейді, прикинь, админ лаки блок дейді. Майт, 60 міля кеттік. Бірінші брейнрот бізде кетті. Да, ну, 67. Карло дейді, ё-майо. Прикинь, нерді 67 бар екен. 67 түсіп кете ма? 60 міля кеттік той. 67. Не қара тұрамыз? Беш. Сиыр мұны? 85 мың доллар берді. Айбай. Аз ғой, құрсын. Болмайды мұны. Дин келе жатыр. Емайды, неқта прикинь, тағы ит келе жатыр. Ит ба мұнау? Қаншадан қанша? 187 доллар, 187 мың доллар береді. По идее бізге керек природ деуге де болады. Так бізде кім бар? Тез ойлану керек та, біреуін құрта салу керек. Мынау по идее керек те емес, негізінде 1400-ден деген не масқара, 1400 доллар деген, ё-майо. Оны қанша новина пиццанини дамай ма мен құрсын. Так, мынақта талпа деп феро кетіп бара жатыр. Так, бізде лаки блоктар шығу мүмкін. Уқты, Валерина Капучино кетіп бара жатыр. Ойбай, та сахур. Так, 1 минуттан кейін бізде мифический және де бізде легендарный 2 природтар түседі екен. Так, енді оға дейін, так, біздер дейтін келесі төбедегі бір 2 пайдия, 2 ма, 1 ма, 1 брейнрот бар ғой. Ойбай, лаки блок. Осын ашу керек бізге. Так, мынадан не түседі деп ойлайсыңдар мынадан? Емайт 8 минуттан кейін ашылады мынау. Так, маған мынау құрта сайын, 12 мың доллар деген өте аз. Мынау туалетті покачина деген құрта салу керек негізі былай керек емес қой. И потом мынау екеуі де керек. Мынау стrawberry фламинго ма? Сол керек емес. Так, мынаға бір қарап қойық тағы да. Не келе жатыр өзі? Ойбай, арыстан кетіп бара жатыр. Арыстан бізге керек емес. Так, 10 секунд қана қалды, 10 секунд қалды. Так, 10 секундтан кейін бізде мифический және де легендарный шығады. Не түседі екен. Так, 2 минуттан кейін бізде инвент аяқталады екен. И потом жарты сағаттан кейін қайттан жаңасы басылады. Жаңасы дегенде уж мықтысы басылады. Так, бізде легендарныйға мынау түсті. Мифический, ой-ё-майо, горело Waterwilindrino ма уж сондай бір өлі түсті. Так, қазір төбеге түсіп көтереді. Жоқ, бұны көтермейді екен. Келесін көтереді. Жоқ, көтермейді ол. Мынау көтереді де кәз, Прикинь, төбеге көтермей қапты. Ана төбесіне. Аяқталып қалды ма не сонда? Қандай көтерді. Так. Болды, сөй, кетті ана төбе көтерілді. Пыр потапен ба? Кетті сол. Сосын бізде өте кереметтей мынандай бізде событие болып жатыр екен. Мен көп болып байқама қалмашы. Менде дейді мынақта лаки блоктар өтіп кетті. Админ лаки блоктарым айылып қалды. Так, бізде енді келесі лаки бізде. Так, бүгін 8-ші күн ғой менде. 8-ші күн бізде админ лаки блоктарды берді. Так, 9-ы ертеңнен о жапырақ ба? Жапырақ берем ба сонда? Не бұл? В общем, сондай бір бәле береді.
15-тен 25-ке дейін барады екен ғой, сондай 25-ші күні бізде қайтадан админ лаки блоктарды береді екен. Лаки блоктарды жинап, общем, бізге бір бәле алып шетіне түсіру керек. Так, сосын барып менің базамды золотойға айландыру керек. Ого! 5 минуттан кейін ашылады мынау. Ей, аква дей ма, не дейді? Не шықты? Майт, космонавт шықты, прикинь, космонавт. Ала салайық, ничего, нормально. Нормально. Мына жердегі 6.000, 3.000 теңгелік беретін брендоттарға қарағанда мынау космонавт. Ай, андай, ұшым, қайда күштірек дегендей ғой, ұшым. Так, кеше ғана менде бар еді, осыны құрта салдым ғой. Құртамын деп өңке мынандайлар басып кетті. Майт, мынау не бәле? Карлон тұрғандай қандай? Мынау не, құрбақа ма? Майт, қана тұрғандай. 32 миллион берді. 32 миллион 500, 600. Так, 13.500 береді екен доллардан. Негізі өте аз негізінде, былай қарапсам ше. Өйткені мыналарын қараңдар, мынау Матео бізде 150 мың доллардан береді екен. По идее, бұл кішкене нормально. Так, бізде мынау балерина пеперминита дейма 268 мың доллардан береді екен. Так, труличина, общем, ол керек емес. Бұрын осыны тапайтын, мынау мышықты бар емес, мынау балыққа кіріп кеткен мышықты бар ғой. Мышық па, балық па? Балық мысық қошым. Осы емайды, осы перерождение жасайын десем шықпайды ғой. Ё-май, 1 сағат күтем, 2 сағат күтем, 3 сағат, 4 сағат әрен шықты сол кезде ше. Құрсын айпсем, әйшінде шыға береді, сол бар ғой. Содан басқа инвент шықпай, ойбай, брендоттар шықпай. Так, енді менде дейтім, мынау лаки блокты бір бәле ашып, видеоны аяқтау керек енді. Үшін осындай енді қызықсыз видео болды. Енді келесі видеоны енді амалдап болсын сендер үшін қызықты қылуға тырысатын болам. Бүгінгі видео емайды лаки блок. Общем, енді қызығы емес болса да енді айып етпеңдер енді. Осындай болып қалды енді. Негізінде бір қуантам деп ойлағанымша, бір андай инвентке қатысып, емайды бір андайларды алып ше, бір сатып алам деп ше, ең қымбат брендоттарды сатып алам деп ойлағанмын. Сөйтсем ондай өкінішке орай ондай бола алмады. Енді бүйтіп ренжімеңдер деген сияқты. Так, енді мен дейтін тез 5 минутымды күтейін. Осы мен енді 5 минут бойы видео бітей отыруға болмайды. Енді қызықсыз болып қалды. Сол үшін мен стопқа қойып, анау лаки блоктарын ашатын кезінде қайтадан видеоны бастайтын боламын. Осы енді так, енді осымен қазір видеоны стопқа қоя тұрайын мен. Так, короче, достар, біздер дейтін видеомызды әрмен қарай жалғастырып, осымен біз видеомызды аяқтайтын боламыз. Так, біздерде дейтін әнеміне дегенше 5 минутта өтіп кетті. Так, енді бізде голд лаки блоктан басылаймыз. Ал біз сымыра деп көрік. Маған басқа жирап түсті екен деп отыр менше. Жирап түсті екен. Және де бізде мифик брейнрот екен. Бізде неме? Каротини врайнини, осындай екен. 63,7 мың доллардан береді екен. Негізгі өзінің бағасы 4 миллион 700 мың теңге екен. Уже 14 миллион, почти 15 миллионда әшінақ шығарып қойды. Нормально, пойди, нормально жарайды. Ойбай. Ей! Осы жер, үстеді ғой, үстеді. Мынау, базамызға кіре алмай жатыр ғой. Құрсын, так, анау кім еді? Жирап. Мынау бағана ғой, қайттан түсті сол. Так, енді бізде соңғы лаки блок қалды. Бізде брейнрот гуд дейді. Гудский брейнрот. Ал бісміллә кеттік. Так, кімдер бар шында? Ух ты, тигр. Тигрофайр ошын бір бәле, ошын сондай брейнрот. Және де бізде азаған уақыттардың ішінде біздерде дейтін уже 100 миллион демей қойын, 100 миллиард ақша таптық. Так, короче, бізде перерождение жасау үшін бағанағы жирапты табу керек, амалдап тұрып. Потом бізге 125 миллиардты жинап тастау керек. По идее бізде ақшада тұрған андай жоқ, енді мәселе жоқ. Бізде өйткені ақшаны тез жинап тастауға мүмкіндік бар. Енді бізде анау жирап деген бәлен тапсақ болды. Сонымен бізде келесі видеода перерождение жасайтын боламыз. Және де мынандай лаки блоктарға, мынандайларға қатысып лаки блоктарды жинап, брейнроттарды алатын боламыз, үйтеміз, бүйтеміз, базамызды бір бәле қылып өзгертуге тырысатын боламыз.
Так, короче, осымен видеоны аяқтайын. Ал ендеше сендермен бірге болған Зага. Ал давайте амандықта жүздескенше аман сау болыңдар. Видео ұнаса да ұнамаса да өтірік болса да топ ойбай күшті анау мынау деп лайк басып арнаға тіркелді ұмытпаңдар. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлей берейін, видеоны аяқтайын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ойбай аяқтаймыз. Давайте.